RGB ол дегеніміз не? Жалпы естігенсіздер, RGB, подсветка, RGB түстер дегенде, яғни ол дегеніміз не екенін қазір айтамыз. RGB бізде ағылшын тілінен аударғанда red, green, blue деген түстерді береді. Яғни red қызыл, жасыл және көк түстердің жиынтығы. Яғни RGB түс қызыл, жасыл және сары түстерді түрлі пропорцияда бір-біріне қосу нәтижесінде алынады екен. Яғни ол дегеніміз не? Ол дегеніміз үш түсті араластырып белгілі бір түсті шығарады екен, компьютердің экранында. Мысалы айтайық, қара түсті шығару үшін не істейді екенбіз? Қара түс дегеніміз ол түс жоқ дегенді білдіреді. Яғни R-іміз бізде 0-ге тең болады, G, green 0-ге және blue 0-ге тең болады. Үшеуі де 0-ге тең болса, ол бізде қара түс болады екен. Келесі ақ түсті беруіміз керек. Ақ түс дегеніміз ол бізде қызылдың да, жасылдың да, көктің де максималды мәні. Мысалы 255, 255, 255. Яғни әр түс бізде RGB-да 0-ден 255-ке дейінгі максималды мәнді қабылдайды екен. 0 дегеніміз түс жоқ, 255 дегеніміз сол түстің максималды мәні. Мысалы мына жерде қызылдың максималды мәні, жасылдың және көктің, әрқайсысын біз 16-лық жүйеде жазып шығамыз. Яғни түстер көбінесе hexcolor немесе 16-лық жүйеде жазылып шығады. Мысалы мынау 2F бізде нені білдіреді? Redті білдіреді. Яғни қызылдың қаншалықты мәні. Яғни FF дегеніміз ол 16-тан 10-ға айналдырсаңыздар 255 дегенді білдіреді. Дәл солай бізде жасылға және көкке осындай 6F болатын болса, ол түс бізде ақ түс болады екен. Келесі қызыл түсті қалай аламыз? Қызыл түсті алу үшін бізге не керек екен? Қызылға біз не істейміз? 255 деген мәнді береді екенбіз. Ал қалған жасыл мен көкке 0,0 деп берсек, ол қандай түс болады екен? Қызылдың максималды түсі болады екен. Яғни оның 16-лық жүйедегі мәні FF болады. FF дегеніміз 255 деген білдіреді. Ал қалған мәндері 0-дер бола салады екен. Дәл солай жасыл түсті де аламыз. Жасыл түсті алу үшін бізге green деген бөлігі 255-ке тең болу керек екен. Қалған бөліктері 0-дер болады екен. Дәл солай көк түсті де ала аламыз. Яғни blue деген бөлігі бізде 255-ке тең болды. Яғни 4-еу 0 болады және ең соңғысы FF болып бізге көк түс, мынандай көк түс беріледі екен. Енді осыны практикалық тұрғыда көру үшін, мысалы интернетке онлайн RGB Color Picker деп жазсаңыздар, мынандай палитра шығады. Бұл палитрада не істей аламыз? Яғни бұл жерде RGB-дің кез келген түсін алуға болады. Мысалы мынандай кез келген бір түске алып барсаңыздар, сіздерге мысалы 10-дық жүйедегі мәндерін, мысалы red дегеніміз 181, green жасыл 66, blue 177-ге тең. Яғни осының 16-лық жүйедегі саны HTML-ға түс беретін болсаңыздар, мынандай белгі және мынау 16-лық жүйедегі мәнін жазуымыз керек. Бағанағыда айтайға, мысалы бізге қызыл түс керек дейік. Redке біз не істейміз? 255-тің мәнін жазамыз. Ал қалғандары бізде неге тең болады? 0-ге тең болады. 0 және мынаған 0 берейік. Сонда бізде қандай түс шықты? Мына жерде қызыл түсіміз шықты. Яғни оның 16-лық жүйедегі мәні FF 0-дер деген сияқты. Дәл солай мысалы сізге ақ түс керек болатын болса, барлығын не істейміз? 0-ге теңестіріп жібереміз. Сол кезде бізде не шығады? Қара түс шығады. Ал егер ақ түсте максималды мәндерін жазып шығатын едіге 255, 255 және 255 десек. Яғни максималды мәні әрқайсының не екен? Ақ түсті береді екен. Дәл солай кез келген түсті бұлай жазып біз не істесек болады? Бұлайнан шығара берсек болады екен. Яғни жалпы бізде қанша түс бар деген сұрақ келуі мүмкін, сіздерге ойларыңызда. Яғни бағанағы айтқандай бізде бір мән қанша? 255. 0-ден 255-ке дейін жалпы 256 мәнді қабылдай алады, бір түс. Сонда ол 2-ның 8 дәрежесі Хартли формуласына алатын болсақ. Сонда ол бізде әрқайсысын 256-ға көбейтсек, жалпы RGB 8 биттен тұратын болса, онда қанша түс болады екен? 16 миллионнан астам түске ие болады екен. Мысалы, сіздерде мынандай сұрақ кеп қалуы мүмкін. Мысалы, мынау бізде 16-лық жүйедегі жасылдың мәні, 00 FF 00 деген. Осыны мысалы мынау 10-дық жүйеде RGB түрінде жазылған сол жасылдың мәні. Енді мына санды не істейміз? 16-лық жүйеге аударыңдар деген сияқты сұрақ келіп қалуы мүмкін. Ол кезде не істейміз? Кәдімгідей 16-ны 10-дық жүйеге аударғандай операцияны жүзеге асырамыз. Яғни 0, 1, 2, 3, 4, 5 деп дәрежелерін жазып шығамыз. 15-ті көбейтеміз, 16-ның 3 дәрежесі, мынаны көбейтеміз. Оған қосамыз, келесі 15-ті көбейтеміз, 16-ның
2 дәрежесі, иә. Сонда тең болады есептейге, мынау бәрібір 0-ге тең болып кетеді. Келесі 16-ның 3 дәрежесі бізде 4096, оған 15-ті көбейтсек 61440 болады екен. Оған қосамыз, мына екеуін есептеген кезде бізде 3840 шықты. Ол бізде қандай мәнді береді? 65280 болады екен. Сонда мынау жүйенің 16 жүйедегі 10-дық жүйеге аударғанда кәдімгідей мынау сан шығады екен. Ал 10-дық жүйедегі RGB түрі ол мынандай түрге ие болады екен.